Ақилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен Дүниязада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Мен бір әңгіме айтайын. Бұл ертеден келе жатқан хикметтер мен қатерлі сапарлар жайлы, жауыздық пен батырлардың асқан ерлігі жайлы оқиғалар, құбыжықтар туралы әңгіме. Әсіресе патшалықтағы ең қаһарлы мына құбыжық жайлы баяндағым келеді. Алайда оқиғаның басталған жері бұл емес. Бұл оқиға бұдан әлде қайда бұрын басталған. Міне, былай басталды. Ханзаданың өзгеруі. Менің есімім Шахризада. Оқиға менің сұлтанды өлімнен арашалап қалуға тырысқан сәтімнен басталды. Жолдан кетіңдер! Абайлаңдар! Жол беріңдер! Өткізіп жіберіңдер! Тылсым ажгон сығындысы жайлы естігендерің бар ма? Осында бол, Жамал! Маған тылсым ажгон сығындысы керек. Тап қазір. Атақты тәуіп Харун Халидтің қызы базарда жүр ме? Иә, бұл менмін. Қазір сұлтан өз сарайында хал үстінде жатыр. Егер мен әкемнің ажалдан құтқаратын баяғы дәрісін жасап шығарсам, оны аман алып қалатын едім. Әлбетте, тылсым ажгон сығындысы ғой. Ол дәріні 10 жылдан бері көрген емеспін. Қайда кетті екен? Тылсым ажгон сығындысы. Тылсым ажгон сығындысы жайлы естігендерің бар ма? Айтыңдаршы, маған өте қажет болып тұр. Ажгонды таптым. Қап, көмектесе алмадым. Ештеңе көмектеспеді. Сөйтіп, 10 жыл бойы патшалықты гүлдендіріп, бейбітшілік орнатқан алтын қалашықтың данышпан әрі асқан рақымды патшасы дүние салды. Енді патша тағына оның артындағы екі ұлының бірі отырады. Не кіші ұлы Кәрім өзі тура әкесі сияқты қайырымды әрі дана жан. Не үлкен ұлы Шахзаман. Ол мүлдем басқа. Тыңдаңыз, мәртебелі ханзада. Өсиетнаманы оқығалы жатыр. Тап қазір ме? Әкемізден айырылып, қабырғамызға есіп отырғанда, сол өсиет хатты қоя тұрыңдаршы. Айыпқа бұйырмаңыз, ханзада. Алтын қалашықты басқаратын патша керек. Өсиет хат қазір оқылуға тиіс. Иә, оқи бер, Осман. Бұдан әрі созбақтаудың қажеті жоқ. Мына қатты орындықты тастап, тезірек ана жұмсақ таққа отырсам болар еді, шіркін. Бауырым Шахзаман, тағы ешқайда қашып кетпейді. Сонша асыққаныңа қарағанда. Анау қыз Шахризада мұнда не істеп жүр? Иә, бұл отбасымыздың ішкі мәселесі. Ол да отбасы мүшесі емес қой. Анау не дейді өзі? Шахризаданың әкесі туған бауырымыздай болатын. Ел басына күн туған шақта көмек қолын созған да сол. Сондықтан ол кісінің қызы да бөтен емес. Ол да отбасымыздың бір мүшесі. Кәрім ханзада, қарсы болмасаңыз бастай. Иә, бастай беріңіз. Бұл өсиетнаманы алтын қалашықтың патшасы, патшалықтың иесі, қорғаушысы. Иә, оны өткізіп жібер, Осман. Оның кім болғанын біз білеміз. Алаңдамасаң болады, бауырым. Әкем саған да үлесіңді берген болар. Қаласаң, сарайдың шығысындағы атқора мен шағын әдемі бақшаны саған берейін. Сонда сеніңше, әкемізден қалған мұра оның мал мүлкі болғаны ма? Ақшалай да беремін. Соған неге риза болмасқа? Әрине, менің үлесім одан әлде қайда көп. Марқұм патшамыздың өсиеті негізінде оның тәжі мен тағының мұрагері болып, оның кіші ұлы Кәрім сайланады. Немене? Менің есімім аталды ма? Әлде ананыкі ма? Қайталап оқыш.
Иә, қайталап оқы. Патшаның тілегі тайға таңба басқандай. Сіз енді менің жаңа патшамсыз. Иә, әміріңізге құлдық. Жоқ, бұл заңға қайшы. Бірақ мен сенен үлкенмін. Мен патша болуым керек еді. Өсиет хатта қате кеткен болар. Көшірмешіні жазаға тарту керек. Жібер мені. Тәж менікі болуға тиіс. Естіп тұрсың ба? Ол маған тиесілі. Онда бірақ аттық кеткен болар. Онысы жөнсіз. Тақ менікі. Сені құттықтаймын. Ятай, елге келеке болдым ғой. Бүкіл қаланың алдында масқара болдым. Шер болдым ғой. Білесің бе, тап қазір ана інім отырған тақта мына мен отыруым керек еді. Өкінішті әрине. Үлкен екен. Бұл үлкен жауапкершілік. Басқа сұлтандарға қарағанда бұл патшалыққа әкемнің еңбегі сіңді. Қол астындағы адамдардың бәрін жақсы көретін, оларды оны құрметтейтін. Әкем ақымақ, әрі осал патша болды. Қолында тұрған билікті ешқашан пайдаланған емес. Ешқашан. Небір жаулап алған жері жоқ. Түсінсем бұйырмасын. Ағам тұрғанда мен неге таққа отырам? Әрине, әкемнің үмітін ақтауға барымды салам, алайда оның жылдар бойғы еңбегінің нәтижесін құртып алмас па екен? Ең бастысы, сен ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін айыра білсең болды. Әкең саған бұл істі, саған сенгендіктен тапсырып кетті. Ал ағаңа сенсе, әлбетте соған тапсыратын еді. Білесің бе, қандай да бір кемшілік кетіп жатса, ағаң кінәні өзінен емес, өзгеден іздейді. Шақ заман ба? Жоқ, ол сараң. Кейде өзімшіл болғанымен, мейірімді әрі ұяң жан. Ол өзгелерді кінәламайды. Осының бәріне сен кінәлісің. Әкем марқұм сенің андағды ем-дом жасап, сыры беймәлім сиқыр өнерімен айналысқаныңды жақтырмаушы еді. Анаңыз саған оң әсерін тигізе қоймайды деуші. Шақ заман. Мен сізге әсер етіп жатқан жоқпын. Сіз өз бетіңізше жүрген адамсыз. Отырыңыз. Енді осы алтын таққа лайық қызмет етсем жарар еді. Не де болса әкемнің үмітін ақтауға барымды салам. Әкеңнен сенен күткені де сол. Ол сенің осы таққа лайық патша болатыныңа сенді. Алтын тақ маған тиесілі. Иә, Шах Заман сұлтан, тақ сізге тиесілі. Сізді туған бауырыңыз алдап соғып, таққа ие болды. Солай ма? Алдап дейсің бе? Иә, әлбетте. Соның ісі екенін біліп едім. Шіркін, енді содан құтылар ма едіңіз? Иә, шіркін, содан құтылсам болар еді. Немене? Сен өзі не ойластырып жүрсің? Әйтеуір, бауырыма зияның тимесін. Ой, пырмай, қайдағын айтпасаңызшы. Дегенмен, оны битке айналдырып жіберсек те болады. Битке ме? Иә. Жақсы болар еді. Ол қолыңнан келе ме? Ниеттенсем, бәрін іске асырамын. Түшкіргені жақсы ғой. Дегенмен, біздің мақсатымыз бауырымды түшкірту емес шығар. Солай ма, дүниезада? Жоқ болып кетті ме? Сонда айып болды ма? Қалай? Олай емес. Бауырыңнан құтылудың ең зиянсыз, тиімді тәсілі осы емес пе? Көзден кетсе, көңілден де кетеді. Иә, сонда таққа мен ие боламын. Иә. Кішкентай кезімізде сен сұлтан болып, ал мен зұлым болып ойнайтынымыз есіңде ме? Иә, әрине есімде. Сен соңымнан қалмаушы едің ғой. Сенен қалмай құпия жолдармен де жүргенмін. Құпия соққымыз есіңде ме? Әр жолы мені тауып алатынсың. Өзімді бір түрлі сезініп тұрмын. Мынау не? Кілт пе? Мынаған қараш. Жасалуы күрделі екен. Белгілі бір мақсатқа арналған болар. Мұнда жазуы бар екен. Көне руна жазуы. Ол жазбаларды әкем үйреткен болатын. Оқи аласың ба? Қане, оқып көрейін. Іздесең жолын табасың. Жолда таңба көресің. Таңбада бар құпия сөзді оқысаң ашады.
аш қане, нұрын шаш, құпияңдаш. Аш қане, нұрыңды шаш, құпияңдаш. Қане! Мәссаған! Жұлдыздардың атауы ғой. Бұл не қылған орын? Бұл жерді бұрын соңды көрген емеспін. Дәрі-дәрмекпен сиқыршылардың құралдары ма? Қарашы, Кәрім, мынау әкемнің таңбасы. Бұл құпия бөлме болғаны ғой. Әкемнің бұл бөлме жайлы айтқаны бар, бірақ оның қайда екендігін ешқашан тіс жарып айтқан емес. Сенің әкең өте мықты тәуіп болатын. Мұны осы уақытқа дейін құпия ұстауының бір себебі бар шығар. Мына заттардың не екенін білесің бе? Кейбірін білем. Әкем біраз нәрсе үйреткен. Мұнда қараш, мына сандықта әкеңнің таңбасы бар екен. Мұны не істеймін? Оны ашып көрші. Сөйткенім дұрыс па? Әрине дұрыс. Ашсаңшы. Саған тез ашыла салды ғой. Ішінде не бар екен? Мына ескі дорба ғана. Ол не екен? Сиқырлы ма? Алтын ба? Інжір. Інжір ме? Менің күткенім ол емес еді. Тағы бірдеңе бар ма? Шам? Көне шам екен. Ішінде бұдан асқан маңызды бірдеңе бар ма екен, а? Мұнда екенсіңдер ғой. Апырай, апырай. Бұл жерді қайдан тауып алғансың, Кәрім? Бұл қазына толы бөлме ме? Тылсымға толы құпия бөлме. Толықтай жабдықталған екен. Бұның бәрін жинау үшін ондаған жүздеген жыл кеткен болар. Осы бөлменің сарайдың бір жерінде жасырылғанын ішім сезген. Мұның бәрі әкемнің жиып тергені. Бұл заттар патша сарайынан табылды. Сондықтан олар патшаға тиесілі. Дұрыс айтасың. Патшаға тиесілі. Аға, сізге не керек? Талқылайтын дүние көп. Үкімет жайлы, заң жайлы, құқықты табыстау, болашақ дегенде шұғыл сөйлесуіміз керек. Өтінем, жүрші, бізбен бірге шай еш. Негізімен жарайды. Алтын қала мәселесін талқылаймыз. Бұған маңызды адамдар ғана қатысады. Сен сыртта күте тұр. Бірақ мен Шахризадаға толықтай сенемін. Қане, енді тезірек іске көшейік. Айтпақшы, алдымен шай ішіп алайық. Саған арнап шайдың ең таңдаулысын демдеткізіп әкелдік. Іше ғой, бауырым. Сіз қалай ойлайсыз? Бағанағы мәселелер не болып кетті? Бұнысы несі? Сен не білдірді? Кейінірек қол соға жатарсыз, Шахзаман. Жоқ әлде Сұлтан Шахзаман дейін бе? Құпия бөлме енді менікі. Сұлтан Шахзаман. Маған ұнап барад, ұнап барад. Кәрім! Кәрім! Сен не бүлдірдің? Бетке айналдырам дегені қайда? Осы ма? Қап, бірдеңесі дұрыс болмаған сияқты. Сен бұйырмасын, еш қателік жіберген жоқ сияқты едім. Қателік дейме? Онысы несі? Кәрім қайда кеткен? Осы ма? Мына құбыжық Сұлтанды өлтірді. Оны тірідей жеп қойды. Жабылып ана құбыжық қыздар. Сарбаздар, ұстаңдар құбыжықты. Жараланып қалмадыңыз ба, ханзада? Аманмын, бірақ Кәрім, байқұс, Кәрім ай, Кәрім.
Бұл Шахризаданың ісі. Сұлтанды өлтіріп, оны жұтып қойған бағанағы құбыжықты ана жасырын бөлмеден әдейі босатып жіберді. Тұтқындаңдар оны. Иә, тұтқындаңдар оны. Жоқ, жіберіңдер мені. Мені жайма жіберіңдер. Жіберіңдер. Әміріңізге құлдық, ханзадам. Мәртебелім дегенің дұрыс болар. Әміріңізге құлдық, мәртебелім. Сұлтан болған қандай жақсы. Қабат деген ай. Ай, қойсаң сені. Мазамды қашырып тыныштығымды бұздың ғой. Бұл кім сөйлеген? Ай, мені жұлқылай бермеші. Сілкілегеннен басым айналады. Міне қызық, сөйлейтін шам ба? Мен шам емеспін, жынмын. Сөйлейтін жын ба? Менің есімім Халил. Енді маған Харун Халидтің қайда екенін айтшы. Өтінем. Харун Халидті танушы ма едің? Тәуіптікті шебер меңгерген. Кереметтердің кереметі. Сұлтанның уәзірі Харун Халидті әрине білемін. Сен ол емессің, солай ма? Айтшы. Жоқ, бірақ ол менің әкем. Сен оның қызысың ба? Жақсы болды ғой. Менің іздеп жүрген адамым өзің болып шықтың ғой. Мен бе? Неге? Саған бір маңызды нәрсені жеткізуге сөз берем. Әкеме ме? Иә, әкең данышпан Харун Халидке сөз берген. Ол маған, Халил, сені қызым іздеп тапқанда, оған мынаны айт деген. Осыдан кейін бәрі түсініксіз беймәлім күйге енді. Беймәлім? Беймәлім, иә беймәлім. Алайда соңында бұл деген... Ол саған сиқыр жайлы ештеңе айтпап еді? Есіңе түсірші? Иә, дегенмен айтпады. Дегенім дұрыс шығар. Дүниязада бір қателік жайлы айтты. Не қылған қателік? Ол не істеді екен? Апырай, онда не болып жатыр екен? Шабуылдаңдар, құбыжықты өлтіріңдер. Апырай, жеткен жеріміз осы шығар. Кері қайт! Маған жақындаушы болма, құбыжық! Сен Сұлтан Кәрімді өлтірдің! Құбыжықты өлтіріңдер. Мені де неге өлтіре салмады? Ендігі өмірімнің не мәні қалды? Апырай, бүйтіп жүргенше баяғы дым тартқан бір жапырақ дорбаның түбінде жүргенім жақсы еді. Ей, құбыжық! Сен бісің? Сен өзі зынданнан қалай шығып алғансың? Мұна құбыжықтың көзін құртқан соң сені қайта зынданға тастаймын. Мүмкін емес. Құбыжық қайда кетті? Тоқтай тұршы, Кәрім екеуіміз мына жерге жасырынушы едік. Бұл біздің құпия әдісіміз. Шынымды айтсам, сен мені қатты таңғалдырдың. Тыныш. Бұл не тағы? Тыныш. Жақында ма? Кәрім? Кәрім, бұл сен бісің? Бұл расында да сен бісің? Бұл қалай болды, айтшы? Бәсе, ол сенен қалайда құтылғысы келген. Енді шақ заман таққа ие болды. Жұрт ханзаданы сен, яғни құбыжық жеп қойды деп ойлап жүр. Сен өзіңді өзің жеп қойғансың ба сонда? Қызық, мұндай сұмдықты естімеппін. Дегенмен естімеген елде көптеген Бұл осы. дауыс жайлы кейінірек айтып берем. Егер дүниезада сені мынандай құбыжыққа айналдыра алса, онда сені қайта бұрынғы кейпіңе келтірудің жолы бар шығар.
Енді бәрін де түсіндім. Білесің бе? Сен соншалықты қорқынышты емес екенсің. Құбыжық болып жүре тұр. Біраз нәрсе жоқ сияқты. Дүниезада керегіне жаратпақшы болған ғой. Халил, әкемнің алхимиясы жайлы білуші ме едің? Сиқырлы дәрісін ше. Оның түрлі қоспаларды араластырып жатқанын көргенмін. Есіңде қалғаны бар ма? Мына күлгін құмырадағы есімде. Бұл сиқырды қайтара ма? Жоқ, ол жарылады. Бұны ойлап табу өте қиын болды. Түсінікті. Әне олар. Бәсе, осында жасырынып жүр екенсіңдер ғой. Апырай, көмектесіңдер. Сен мені қорқытамайсың. Әне құбыжық. Жоқ, тоқта. Олар сені өлтіреді. Сұлтанды қорғаңдар. Рахмет, Осман. Дереу ана құбыжықты ұстаңдар. Қызды да ұстаңдар. Өздерің беріліңдер, әйтпесе ажалдарың мына менен болады. Бұл кез қаш. Қаш. Бәрі бекер. Біз қоршаудамыз. Мәссіған керемет болды. Ай, бұдан былай не істесіңдер деп байқаңдаршы. Есіммен танатын болдым. Оңтүстікке кетті. Сарбаздарды жіберіп, ұстаңдар оларды. Қателеспесем, әкем қалдырған інжірді қолданатын кез келген сияқты ма қалай өзі? Інжірді ме? Ұшыратты інжірді. Қап, інжірлер қайда кеткен? Бәсе, Жамал жеп қойған. Әне, дереу оларды тұтқындаңдар. Оның шудасынан тартып жіберсең, қашып үлгеретін шығармыз. Ренжімеші, Жамал. Бәлі, міне ғажап. Алға, Жамал. Мына жерден келейік. Олар қашып кетті ме? Шатын түйесі қалай? Мәселе ұшығып бара жатыр. Ана қызды ма? Соны басынан ұнатпаған едім. Бұл жолы қашып құтылдық. Алайда бұл шытырман оқиғаның бастамасы ғана еді. Алайда бізді не бір ғажап жерлердің күтіп тұрғанын, әлі талай нәрсені бастан кешетініміз ешкімнің де ойына кіріп шықпаған. Бірақ бұл жайлы басқа күні баяндап берем.